жасап жатқан кезде, мысалы басынан бастаймыз ғой. Басын жасап жатқан кезде балаларға қандай мақтап сөздер айтасыздар. Сол сөзді айтып отырып жасаңыздар. Асыңнан айналайын, менің балам министр болар. Айтып отырыңыздар. Менің балам білімді. Үмітімді ақтайтын болашақ. Мынандай балдарыңызды виде шықты, енді осыған ана кружкаларыңызбен бетін аузын жасап жатқан кезде тағы мақтау сөздеріңізді аямай айтыңыздар. Мен қайда жаққа кез қойсың? Мен не естіп отырмын? Директор боласыздікі. Нeden farklı ediyorsun? Tatlı bakıyor. Siz kolay olmadınız. Ортасынан ортаны нақтылайын баланың өзін. Suriye anda yapmayı Керемет балаңыз. Енді бетін жасап отырып тағы мақтау сөзіңізді айтыңыз. Мынау өзіңіздің балаңыз өзіңіздің. Жаныңызда жақын. 4 жылдан кейін бір балам бар, соның тәрбиесіне қорқамын. Қорқам дегеніз ол. Соны бүйтіп ұстамай келемін. Үйге барасыздар, шаршап барасыздар, сол кезде балдарыңыздың аяқ киімі шашылып, жеген тамағының ыдысы үйіліп тұр, сол кезде ашуға беріліп ұрсасыздар, иә? Қандай сөзбен ұрсасыздар? Мен негізі балаларыма көп андай оңбаған не деген сөз айтпайды екен. Кейбір аналарды естіп жатамын ғой, айуанешек деген сөздер. Мен ондай сөздер айтпаймын. Мен жаңағыдай дауыс тонымды көтеріп қатты ұрсам да мен, соның өзіне олар уже жаңағы неге жыламаған дейді ғой дейді. Неге шашылмағандар ше, солай айтамын. Ал жаңағыдай арасында қатты ашуланғанда шығып кетеді, оңбаған деген ше, өзімді ше, ондай сөз айтпаймын. Барынша тілімді қысқартуға нетемін. Мен жаман сөз айтпаймын, бірақ дауыс нем қатты да, содан қорқып қалады өздері. Сондай үйде ата-ене болмасын, қатты сөйлемейміз. Бірақ енді кіргеннен бері осыдан шыдамастан жанымды Керемет, өзіңіздің әдемі құмараңыз бар, соны сындырып қойды. Не деп айтайын? мен емеспін. Енді сіздерді ондай емес, бірақ бес саусақ бірдей емес. Кейбір ата-аналар аяғыңды сындырам, басыңды жара салам, қазір өлтіре салам, соя салам деген сөздер айтатын ата-ана бар. Ондай ата-ана бар. Сол сөзді айтатын ата-аналарға, мысалға, осы неге ата-аналар жиналысында осы нәрсеге, сол нәрсені істеп көріңіздерші дегенде, қағаздан жасалған сұлуға жасай алмады. Сол үшін айтамын да, ата-аналар деп атамын да, құрметті ата-аналар, балаға қолыңыздан келмейтін нәрсені айтып, қорқудың керегі жоқ. Баланы тек жаңағы кішкентай кезінде патшаңдай үгіттеп, өзіңмен қатар кезде досыңдай сыйлас дейді. Сол сияқты досыңдай сыйласып, баламен қарым-қатынасты жылы жасасаң, ол кезде ол өзіңнің ертең жейтін жемісің. Өйткені сен балаға қазір не көрсетсең, баланың айнасы өзіңіз ғой. Балаға біз не көрсетеміз, ертең соны баладан күтеміз.